Арыстан мейірлене түсе, шие бөріден ар кетеді. Қорғансыз жерде арсыздық билейді. Өзгеге иә деп, өзіңе жоқ деме. Ешкімге басыңа шығуға мүмкіндік берме, себебі бір адам басыңа шықса, оның соңынан тағы жүздегені кезекке тұрады. Арсыздық дегеніміз өз күнәсін аңғармай, өзгенің қатесімен санасу. Жамандар үшін арсыздық олардың екінші бақыты. Мынадай адамдардан аулақ жүр, арсыздықты батылдық деп ойлайтындардан, жұмсақтықты қорқақтықпен шатастыратындардан, көп сөйлегенді дана дейтіндерден, үнсіздікті надандық дейтіндерден. Өзің де байқамап бедің, арыстан үнсіз жүрсе де, ол аңдардың патшасы, ал иттер болса, қанша көбіргенімен, иттің аты бәрібір ит екенін. Арсыз жеңдім дейді, арлы көндім дейді. Бермегенді беріп ұят. Көпті жамандаған көмусіз қалар. Ұятсызбен ұстаспа. Тексізден тезек артық, арсыздан айуан артық. Ұялмайтын бетке талмайтын жақ береді. Алтын ұяң отаның қымбат, құт берекең атаң қымбат. Аймалайтын анаң қымбат, мейірімді апаң қымбат. Асқар тауың әкең қымбат, туып өскен елің қымбат. Ұятпенен ар қымбат, өзің сүйген жар қымбат. Ақмақ болып туылу ұят емес, ақмақ болып өлу ұят. Кейде арсыздарды өз орнына қойсаң, өзіңе қапаланар. Керек кезінде жоқ деп айтуды да үйреніңіз. Арсыздық пен ұятсыздық кейде адамды тез арада құлдилауға алып келетін биікке шығарады. Арсыз өзі сұрамай жатып, бәрі маған міндетті деп ойлайды. Арсыз адамнан қорғанудың жолы оның өзінен өткен арсыздық жасау. Жақсылықтың қадамы ұзақ, барар жері алыс. Арамдықтың адымы қысқа, барар жері жоқ. Жақсылық деген ауыр нәрсе, құдықтағы суды тартып алғанмен тең. Жамандық деген оп-оңай нәрсе, құдықтағы суды төге салғанымен тең. Ар мен ұят адамды азғындықтан сақтайды. Ұятың болмаса, иманың тұрлаусыз. Бәрін өзім ептеп кетемін деу қате пікір, бірақ менсіз ештеңе істей алмайды деу одан да өткен қате пікір. Өзіңнің басты дұшпаныңды білгің келсе, айнаға қара, соны жеңсең, бәрін жеңдім дей бер. Өзі жайлы айтар әңгімесі жоқтар өзгені сынайды. Армандарыңның орындалуына бір ғана кедергі бар, ол сәтсіздіктен қорқу. Өзі үшін өмір сүрген адам ешкімге ештеңе дәлелдеуге тырыспайды, ал өзге үшін өмір сүріп жүрген адам үнемі біреуге бірдеңе дәлелдеу үшін барын салады. Кейде қолда бардың қадірін білмей, оны іздей береміз. Қартаю қиын емес, ес жию қиын.
Ескекті қолдана алмасаңыз, қайықты ауыстырудың қажеті жоқ. Жалғыздықта ойыңа, достарың арасында тіліңе, отбасың ортасында сөзіңе ие бол. Көңіл күйіңнің кілтін ешкімге алдыртпа, сонда өз еркің өзіңде болады. Қиындыққа кезіксең, байбалам салма, себебі әрбір қиындық артында мол несібе жасырулы. Сөзің өзіңнен хабар береді. Біреуді кінәлағанның жолы ұзақ, өзін кінәлаған жарты жолға, ал ешкімге кінә артпаған адам соңына дейін барады. Тәкаппар жан үнемі ренжулі, ал жақсы адам ешқашан қапаланбайды, себебі оны ештеңе ренжіте алмайды. Тәкаппарлар менікі барлық жерде дұрыс дейді. Жақсы адам бәріне мейіріммен қарай тұра, ешкімнен өтемін сұрамайды. Тыныш өмір сүргің келсе, ешкімге қарыз берме, ешкімнен қарыз алма. Саған ашуланып, дауыс көтерген адамға үндемей-ақ қой. Сонда өзіңді де, оны да бір бәледен құтқарасың. Себебі 10 күнәнің 9-ы тілден деген. Ішіңізде біреуге деген реніш сақтамаңыз, өйткені ол өзіңізден басқа ешкімге зиян келтірмейді. Өзіңді әрқашан еркін сезін, бірақ ешкімге зияныңды тигізбе. Күні бойы тамақ жеуден басқа ештеңені ұнатпасаңыз, онда сізде мәселе бар. Өз өмірін өзі басқара алатын адамға қиындық жоқ. Өз жауапкершілігін өзгеге таңған адам, өзінен де, болашақтан да қашқан адам. Адамдар әрдайым өзін жақсы, ал өзгені жаман деп ойлайды. Нағыз демалысты адал еңбек еткендер ғана сезіне алады. Жұмысы жоқтық, қарны тоқтық аздырар адам баласын. Құрметті көрермен, арнаға тіркеліп, пікір білдіруді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Әлем Смарт арнасы.